Бүгін бізде өтіледі тригонометрия деген тақырып. Ең қызықты әрі ең ұзақ, ең формуласы көп, бірақ аса қатты күрделі тақырыпқа жатпайтын алгебраның ең негізгі бөлігі. Яғни косинус, синус дегенде сразу осы тригонометрия еске түседі. Біз тригонометрияны сіздерге бұл курста 3 бөлікке бөліп түсіндіреміз әдеттегідей. Бірінші тригонометрия негіздері, ең негізгі формулалар, одан кейін тригонометриялық теңдеулер, теңсіздіктер. Тестте осы екеуі көп келеді. Одан кейін осы екеуіне қатысты практика тақырыбында есептер талдайтын боламыз. Бізде жалпы тригонометрия, бұрыштарға қатысты сала, яғни ең бірінші тригонометрияның негізі неден шығады? Ол тік бұрышты үш бұрыштан шығады. Сіздер тік бұрышты үш бұрыш дегеннің не екенін білесіздер, екі қабырғасы тік және бір қабырғасы аңқиға жатады. Жалпы үш бұрыш, бір бұрышы тік болып есептеледі. Екі катеті бар. А және В және С. Сіздер бұған қатысты не бар? Пифагор теоремасы бар. Екі катеттердің квадраттарының қосындысы, А квадрат плюс В квадрат тең болады, гипотенузаның квадратын береді. Енді дәл осыған қатысты мына бұрышы тік болады. Тік деген сөз ол 90 градус. Қай тік бұрыш үш бұрыш болсын, бір тақырыбы оның 90 градус болатын белгілі. Енді бір бұрышы 90 градус болса, мына екі бұрыш бар. Бұл екі бұрыш тең болуы мүмкін, екі түрлі болуы мүмкін. Енді сол екі бұрыштың біреуін альфа деп белгілейікші, мына бұрышты альфа десек, осы альфаның бір тұрақты нелер бар, тұрақты қатыныстар бар. Ол қалай? Альфа бұрышына біреу қарсы жатқан катетті, яғни А катетін С-ға бөлсек, қандай да бір тұрақты пайда болады. Әрқашан осындай тұрақтылар жүріп отырады екен. Ол дегеніміз не? Егер қарсы жатқан катетті А-ны С-ға бөлсек, онда осы бұрыштың синусы деп атайды екенбіз біз. Тұрақты. Мысалға, мына тақтамен мынаның қосындысы мысалы бір қандай да жүйен береді деген сияқты болса, мынамен мынаның қосындысы қандай да тұрақтыны береді, ол тұрақты сол екеуіне қарсы жатқан бұрыштың синусын береді деген сөз, синус альфа. Синус альфа осыдан шығады. Ережесі былай. Бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. А, В, С деп белгілеп аламыз. Енді дәл осы сияқты мына бұрышқа бір гипотенуза бір іргелес жатыр және тағы бір катет іргелес жатыр. Осы жерден мына бұрышқа іргелес жатқан мынаны өшірсек, мына бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ол осы бұрыштың косинусын береді екен. Енді қандай тағы бір тұрақты бар, ол тангенс альфа. Тангенс осы бұрыштың тангенсі деп аталады. Ол не деген сөз? Ол бізде мына бұрыштың синусының косинусына қатынасы тең. Синус альфа бөлінген косинус альфа. Егер осыны дәлелдеуін сұраса, біз айтамыз, синус альфа бізде неге тең? А бөлінген С-ға тең. Синус косинус альфа В бөлінген С-ға тең. В бөлінген С. Бұл не деген сөз? А бөлінген С көбейту С бөлінген В-ға тең. Мына екеуі ауысып кетеді. Енді екеуі қысқарып кетсе, А бөлінген В қалады екен. Тангенс альфа тең болды А бөлінген В-ға. Ол не деген сөз? Мына бұрыштың тангенсі қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Ал тағы бір нәрсе бар, ол тура осы сияқты бұрыштың котангенсі. Котангенс альфа тең болады, дәл осыған керісінше косинус альфа бөлінген синус альфа. Егер синусты косинусқа бөлсек, А бөлінген В шықса, косинусты синусқа бөлсек, онда керісінше шығады, В бөлінген А. Осыған қарап ереже қарайық, В деп біз іргелесті белгіледік, А деп қарсы жатқан катетті белгіледік. Бұрыштың котангенсі дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Бізде мына төрт нәрсені жаттап алдық. Мынандай сіз үш бұрыш сызасыз, белгілейсіз, мынандай нәрсе жазып аласыз, осыған қарап ережесін айта бересіздер. Тангенстің не екенін білдік, котангенстің не екенін білдік. Котангенс дегеніміз косинус альфа бөлінген синус альфа, тангенс дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфа. Енді осыған байланысты сіздерде мектепте мынандай бір тұрақты нәрселерді береді. Сол мынандай бір тригонометриялық тепе-теңдік деген бар, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең болады бірге дейді. Бұны дәлелдеуіміз керек. Біз мына үш бұрышқа қараймыз. А, В, С. Синус альфа дегеніміз неге тең болды? А бөлінген С-ға тең болды. Еще квадраты бар. А бөлінген С-ны квадратсақ, А квадрат бөлінген С квадрат болады. Қосылған косинус квадрат альфа В бөлінген С. В квадрат бөлінген С квадрат. Енді қарайық, екен бөлімдер бірдей. Не болады ол кезде? Так, бөлімдер бірдей болса, бір бөлім жазамыз, үстіне А квадрат жазамыз, қосылған В квадрат тең. Ал А квадрат қосылып В квадрат деген не ол? Бізде қарайтын болсақ Пифагор теоремасы, ол С квадратқа тең болады. Сонда бөлшектің алымы үсті С квадратқа тең болады, асты и так та С квадрат. Екеуі бірдей, қысқарып кетсе не қалады? Бір қалады. Сонда синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең болады бір деген формула осыдан шығады. Тағы осындай тригонометриялық тепе-теңдіктер бар. Мысалы 1 плюс тангенс квадрат альфа. Сізде есептеу кезінде осындай нәрсеге тең болады. Бір бөлінген косинус квадратқа тең бе или бір бөлінген синус квадратқа тең бе деген ой болуы мүмкін. Мынаған қарайсыз, шығарасыз. 1 плюс
тангенс квадрат альфа дейді. Тангенс квадрат альфа дегеніміз неге тең ол? Так, синус бөлінген косинус альфа тең. Енді оны былай алсақ болады. А бөлінген в, тангенс квадратта а бөлінген в-ның квадрат деп алсақ болады. Енді мынаның бөлімінде 1 бар. Мынаған ортақ бөліп береміз. В квадраттан тең болады үстінде. В квадрат плюс а квадрат с квадрат деп береді. Бөлінген в квадрат. Егер осы нәрсе не деп алсақ болады бізде? Так, 1 бөлінген в бөлінген с деп алсақ болады. С қайтып үстіне шығып кетеді. Екеуінде де квадрат бар. Енді в бөлінген с деген нені береді? Қарайтын болсақ, в бөлінген с косинусты береді. Ал квадрат болғаннан кейін 1 бөлінген косинус квадрат альфа деп алсамыз. 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфаға. Бәрі неден шықты? Бізде 3 бұрыштан шықты. Дәл осылай керісінше, егер тангенс мынаған тең болса, котангенс осыған керісінше жүреді. Котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа. Енді тағы бір формула бар. Мысалы, мынаны жаздық, мынаны дәлелдедік. Барлық формула осылай бір-бірімен туындап кете береді. Ең басында неден басталды? Мынадан басталды, ары қарай кетті жүре. Синус, косинус бір-біріне қатынас. Мынау а бөлінген в бөлінген а. Екеуін бір-біріне көбейтейікші. А бөлінген в көбейту в бөлінген а. Не болады? А мен а қысқарады, в мен в қысқарады. Тең болады 1. Ал а бөлінген в деген ол бізде не еді? Тангенс альфа еді. Көбейту в бөлінген а дегеніміз котангенс альфа еді. Тангенске котангенсті көбейткеніміз неге тең болды? 1. Уже мына бір формула бізде. Енді дәл осы сияқты бізде тангенс котангенстің қаяқтан шыққанын түсіндік. Енді осыны біз бірлік шеңберде түсіндірсек. Енді градустар бар. Так, осы градустар түсіндіре кетейік. Ең бастысы осы. Так. Бірлік шеңбер деген сөз, яғни сіздер білесіздер мынандай Декарттық координаталар жүйесін. Мынандай бір координаттық жүйе бар. Осы координаттық жүйеде өлшем бірліктер бар, 0, 1, 2, 3. Мысалы, 1 деген нарда тұр дейік. 1 мына жерде, 0 мына жерде тұр дейік. Тура сол сияқты 1 мына жерде 1. Енді мынау -1 болып есептеледі. Себебі стрелканың басын яқтыр, мында -1, мында да -1 бар деп есептейік. Енді осы так, радиус 1-ге тең осындай бір шеңбер сызсақ, так, примерно осындай бір шеңбер шығады. Мен қысапақта болды, енді ештеңе алмайды. Бұл неге тең болды? Шеңбердің центрі Декарттық координаталар жүйесінде 0-де 0 нүктесі болды, 0 нүктесі болды, бас нүкте болды. Және радиус неге тең болды? Радиус тегі мынау 1-ге тең болды. Осындай тең болды. Енді қарайық. Осыны градустарға бөлсек, бізде шеңбер неше? Ол 360 градусты құрайды деп айтады. Мысалы, біз білесіз, мына екеуі тік тұр неше болады? Бұл 90 градус болады. Мына 90, екеуін қоссақ 180, оған 90-ды қоссақ 270, тағы 90-ды қоссақ 360 градус болды. 0 градус осы жерден басталады, және қайтып бір айналып келген кезде 360 градусты құрайды екен. Яғни градустар бізде былай жүреді. Мысалы, мынандай ашсақ, мына градус ашылды. Осылай ашыла береді, ары келгенде 90 болады. Келгенде 180 осылай айналып кетеді. Бізде сағат былай болады, мысалы 1, мында 2 бар, мында 3 бар. Сағат тілі осылай жүреді, ал градус тіл оған қарама-қарсы жүреді. Градус тіл осылай қарай өседі. Бұл түсінікті ғой. Енді дәл осыған қатысты біз мынандай нәрсені шығарамыз. Мынаның радиусы 1-ге тең. Радиус 1-ге тең. Мысалы, осыдан қандай бір градус ашайықшы мында. Так, осындай бір градус ашайық. Шамамен 30 градус ашылды. 30 градус ашылды, 30 градусты қарайтын болсақ, мына жерде ол тура неге кеп қияды. Мына жерде торкөз болғаннан кейін көресіздер, тура шеңбер сызасыздар, осылай тік-тік саласыздар. Сөйтесіздер, нені транспортерді қойып 30 градус сызсаңыздар, енді соны мындай қиылыстырып әкелсеңіздер, мына жерде қай нүктеге түседі, ол 1-ден 0,5-ге түседі. 0,5. Яғни 2-ден 1. Мына 1 болса, 0 болса, екеуінің қақ ортасы 2-ден 1 болады. Осылай болады. Яғни мына градус бізде 2-де 30 градус, және мынаны қарайық. Мынау бізде x өсі деп аталады, мынау x, мынау y өсі деп аталады, оны білеміз. Енді мынадан төмен қарай тік түсірсек, не болады? Тік бұрыш, үшбұрыш болды. Мынау бұрыш альфа. Яғни бұрыштың синус альфасы, альфа дегеніміз неге тең еді? Мысалы, бізде қандай бұрыш? 30 градус. 30 градустың синусы дегеніміз тең болады неге? Қарсы жатқан катеттің, бізде қарсы жатқан катеттің, мынау гипотенуза, мында гипотенуза қатынас. Бізде гипотенуза нешеге тең? 1-ге тең. Бөлімінде 1 бар. Ал үстінде катеттің биіктігі қаншаға тең? Мына биіктікке тең, себебі мынаны әкеліп мынаны түсіреміз. 2 биіктік тең. Мына биіктігіміз нешеге тең болды? Мына 0,05 болса, үстінде 0,05 тұрады. Тең болады 0,05 деген нешеге тең? 2-ден 1.
Ал синус 30 градус 2-ден 1 деген нәрсені сіздер білесіздер. Дәл сол сияқты 45 градус алайық. Мысалы сіздер білесіздер, синус жаттаған болсаңыздар 45 градус нешеге тең? Ол түбір астында 2 бөлінген 2-ге тең. Түбір асты 2-ні жуықтап шығарсақ неше болады? Шамамен 1,4 болады. 2-ге білеміз. 1,4 2-ге бөлсек 0,7. Мұны 0,5, мұнда 1, 0,7, осы 0,5-тен сәл үлкенірек болады, осы жерде. Егер осыны былай неме қоссақ мына нүктемен, және осы нүктені мында қоссақ, бізде не шығады? Уже 30 градустан да артық не шығады? 45 градус шығады. Дәл осылай сіздер синус нешені шығарасыздар? Синус 60 градус. Ол түбір асты 3 бөлінген 2, түбір асты 3-тен 1,8 шығады, 2-ге бөлсек 0,85 шығады. 0,85 деген сөз 0,9 бен, мына 0,8, мына 0,9 болса екеуінің қақ ортасында тұр. Міне. Осылай 60 градус кетеді. Мына 1, бізде сіздер білесіздер, синус 90 градус. Синус 90 градус ол 1-ге тең. Уже мына бүйтіп ашылып келе жатыр. Мында көтеріледі. Және тура нөл нүктеде бізде синус 90 градусқа тең болады. Дәл осылай бізде өз 3 ақ нүкте бар. Бүкіл нақты градус 0,5 бар біреу. Біреу мына нүкте қақ ортасы түбір асты 2 бөлінген 2 бар. Біреу үстінде түбір асты 3 бөлінген 2. Және ең үстінде 1 бар. Ол үшеуі дәл осындай мына жақта да жүреді. 0,5 түбір асты 2 бөлінген 2, мұнда түбір астында 3 бөлінген 2. Дәл мына жақта да жүреді. Минус 2-ден 1, 0,5 деген 2-ден 1. Минус түбір астында 2 бөлінген 2, және минус түбір астында 3 бөлінген 2. Мұнда да дәл солай. Минус 0,5, минус түбір астында 2 бөлінген 2, минус түбір астында 3 бөлінген 2. Дәл осы үшеуі және үшеуі қандай градуста белгіленеді. Енді қарайық. Мұнда 0,5 30 градус қиып өтті. Егер осыны дәл мына жақта қиылыстырып жүрсек, тағы бір градус пайда болады. Ол градус былай. Мынадан 30 градус ашылды және ашылып келіп мұнда келіп тоқтады. Не болды? Мына 30 градус көтерілді, мына жақтан да 30 градус. Ал мына жазық 180 болса, 180-нен 30 градус алсақ, мына 150 болады екен. Жалпы 150 градус. 150 градусында синустағы мәні нешеге келді? 0,5-ге келді. Сонда синус 150 градустың да мәні тең болады екен 2-ден 1-ге. Міне барлығы осыдан шығады. Дәл солай 135-тікін шығарасыз, 120-тікін шығарасыз, осылай. Яғни мынаның бәрінің бойында градустар тұр. Мына жерде 30 градус тұр, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 тұр. Мына жерде 210 бар уже. Қарайтын болсақ, бәрінің несі неге түсіп жатыр? Мына Y өсіне түсіп жатыр. Мына Y өсіне мына бәрінің бойында градустар тұр. Соның мәні нарыға қайсыған кеп тіреледі, соның синустағы мәні болып жатыр. 210 градусқа қайсысына кеп тіреледі? Ол мына 2-ден 1-ге кеп тіреледі. Одан кейін 210-нан кейін қандай градус? 180-ге 45 болсақ 225 градус. 225 градустың синустағы мәні минус түбір асты 2 бөлінген 2-ге кеп тірелді. Дәл сол сияқты 180. Енді мысалы мына градустар қаяқтан шығып жатыр? 0, 30, 45, 60, 90 бар, я? Енді 90-ға 30-ды қосамыз 120 шығады, 90-ға 45-ді қосамыз 135 шығады, 90-ға 60-ды қосамыз 150, 90-ға 90-ды қосамыз 180. Енді 180-нен кейін градустарға шығады, 180-ге 30-ды қосасыз 210, 180-ге 45-ді қосасыз 225, өсіп келеді 270. Бұның бәріне ширектік бұрыштар жүр мынау. 270, мына жерде 180 бар. Одан 270-ге 30-ды қосасыз, мына жерде 300 градус бар. 270-ге 45-ді қосасыз 315 градус бар, 270-ге 60-ды қосасыз 330 градус бар, және 270-ге 90-ды қоссаңыз не келеді? 360-ға келеді. Дәл солай градустар тұр. Осының бәрінің мәні. Әрбір ширекте, мысалы, ширектік бұрыштар бар, 90, 180, 270. Бәрінің ортасында 3 градустан бар, 210, 225, 240. Дәл сол сияқты 300, 315, 330, 30, 45, 60, мұнда 120, 130, осында үшеу бар. 3 градус бар, 3 мән бар, 3 градус, 3 мән бар. Осылай. Сөйтесіз, осы мысалы 330 ең үстінде тұр, 360-тан кейін 330 тұр, 330-на ең үстіне кеп түседі. Яғни ол минус 2-ден 1. Сонда синус 330 градусымыз тең болады деген минус 2-ден 1-ге минусы бар. Осылай шеше бересіз. Енді бұл синус, мына бұрыштардың бәрі Y-ға кеп түсті, сол жердегі нүкте оның синустағы мәні бола береді. Егер осы бұрыш, мына бұрыш дәл осылай мынарға кеп түсетін болса, онда не болады ол? Мынардағы бір санға түседі ғой, мысалы біз синус 30 градус деген 0-ге ең жақыны. Ал 0-ге ең жақын бізде, 1-ге ең жақын болып тұр, түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда косинус 30 градусымыз, косинус 30 градус неге тең болды? Ең бірінші 3 тұрған нүктеге түсті, түбір асты 3 бөлінген 2. Косинус 45-іміз 45 градус синуста да косинуста да солай. Түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең болады. Және косинус 60 градус. Ол не болды? 60 градус деген ол 90-ға жақын.
Ал оны былай түсіретін болсақ не болады? Ол 0-ге жақын түседі. 3 ақ мән бар, 0-ге ең жақыны қайсысы? 0,5 болды. 0,5, яғни 2 не болмаса 2-ден 1, бізде косинус 60 градусқа тең. Дәл сол сияқты осылай мәндерді бәрін қойып шығасыз. Ең бірінші синус 0 градус. Синус 0 градус өз мынаның бойында жатады, ол 0-ге тең болады. Енді келесі бұрыштың әрбір синустың, косинустың қайдан шығатынын түсіндік қой. Енді дәл сол сияқты тангенс альфаны табамыз. Тангенс альфа дегеніміз ол енді өте оңай. Тангенс альфа ол синус бөлінген косинус, так синус альфа бөлінген косинус альфа. Дәл осыған қарап табасыз. Тангенс альфа тең болады. Мысалы тангенс нешені табайық? 30 градус табайық. Тангенс 30 градус тең болады неге? Ол синус 30 бөлінген косинус 30. Косинус 30. Синус 30 градустағы мәніне қараймыз. Қанша? 2-ден 1 шықты. Так, үстінде 2-ден 1 бар. Астында косинус 30 градус шықты. Косинус 30 градустың мәні түбір асты 3 бөлінген 2. Түбір астында 3 бөлінген 2. Мына екілер қысқарып кетеді. Сонда қалатын не? Бізде 1 бөлінген түбір астында 3. 1 бөлінген түбір асты 3. Немесе иррационалдықтан құтылсақ, түбір асты 3 бөлінген 3 шығады. Иә, тангенс 30 градус осылай. Котангенс осылай керісінше бөледі. Мысалы синус 0 градусты косинус 0 градусқа бөлсек, косинус 0 градусты 1-ге тең болады. 0-ді 1-ге бөлеміз, 0 шығады. Дәл сол сияқты алмастырылып кете береді. Осылай тангенс пен котангенстің мәнін табасыздар. Кейбір мынандай ереже бар, бөлшектің бөлімін 0-ге бөлуге болмайды. Котангенсті мысалы дәл осылай. Косинус 90 градуста 0-ге тең, ал астында 0 тұрса, яғни мына астында сан 0-ге бөлуге болмайды. Ол градустың мәні анықталмаған деп тұрады, осындай нәрсе шығады. Иә, осы нәрсені білесіздер. Дәл осыған қарап, енді таңбаралықты анықтау деген бар, біз дәл соны түсіндіре өтейік. Ол да осы бірлік шеңберден анықталады. Яғни сіздер бірлік шеңберде қайсы нені білдіреді? Әр градустың мәнін жеке-жеке қайтып табуды үйрендіңіздер. Егер осы нәрсені өзіңіз торге салып, шеңбер салып, жалпы осылай 30 деп кете берсе, 17 градус бар. Дәл сол 17 градус сөйтіп шеңбермен 2 рет, 3 рет салсаңыз, болды, уже сіздің ойыңызда қалып қойды. Ол университетте де ұмытпайсыз, жалғаса береді. Енді мынандай шеңбер салайық. Бірлік шеңбер, әрқашан бірлік болу керек бізде. Жаңа айттық, мына градустардың мәні мында түседі, синус косинуста, синуста мына градустардың мәні мында түседі. Ал мынада тұрған градустар онда 3-ші ширек түседі. Бізде мына жақтан басталады дедік, ол 1-ші ширек деп аталады. Мынау 2-ші ширек, я осылай айнала береді. 30, 45, 90, 180, уже 180-нен кейін 3-ші ширекке түседі. 3-ші ширек ол бізде былай рим цифрын береді. Одан кейін барып 4-ші ширек болады. Я осылай 4 ширекті анықтаймыз. Енді дәл осыған қатысты мынаны қарайтын болсақ, синуста, синус альфа дейік. Мынарда тұрған 3 градустың мәні мында түседі. Ал мында түсті деген сөз ол мында 0 болса, мында минус 1, мында плюс 1. 0-ден 1-ге дейінгі аралық, онда ол оң мәндер, мына оң болады. Және мына жақта градустарда түссе, ол да мынау да оң болады. Егер 3-ші ширектегілер түссе, мына жақта не болады? 0 мен минус 1-дің арасында түседі, онда ол минус аралық болады. Дәл сол сияқты косинус альфаны табатын болсақ, косинус альфа неге қарайды екен? Так, косинус альфа неге қарайды екен? Ол x өсіне қарайды. X өсіне не? Мына бірінші және екінші ширек мында плюс болады. Себебі мына екеуге келіп түседі, плюс болды. Және минус болады. Себебі мына екеуден минусқа келіп түседі. Тангенс альфа табу осылай. Тангенс бірінші ширекке бөлсек плюс, тангенс бірінші ширекте плюс болады екен. Плюсті минусқа бөлеміз минус, минусты минусқа бөлеміз плюс, минусты плюсқа бөлеміз минус. Мынаны егер шеңбер қылып салатын болсақ, бізде тангенсінде, котангенсінде осылай бұрыш аралық мәндер шығады екен. Яғни бұрыштың қай жақтан шыққанын түсіндік. Енді бізге келтіру формулалары деген нәрсе бар. Келтіру формуласы да өте көп, оны жаттаудың қажеті жоқ. Сіз мына бірлік шеңбердің не екенін түсінсеңіз болды. Мысалы былай айтылады. Синус 90 градус, так 90 градус плюс альфа дейді. Или синус 180 градус плюс альфа. Неге тең болады? Мынаны жаттау керек. Сіз білесіз, 90 градустан және 270 градуста функция ауысады. Синус косинусқа ауысады, тангенс котангенске, котангенс тангенске қарама-қарсы косинус синусқа. Синус 90 градуста ауысты косинусқа, косинус. 90 градус мына жерде. 90 градусқа кішкентай бір альфаны қосып жіберсек, уже не өтті? Мына ширекке өтіп кетеді. Ал бұл ширекте косинусымыз қандай? Бұл ширекте теріс, уже онда теріс нәрсе қойылады, минус косинус альфа. 180 градуста функция өзгермейді. Тең болады, синустың өзін қайтып жазып қоямыз. Альфа енді таңбасы оң ба теріс пе, соны қараймыз. 180 мында тұр. Оған бір альфа қосылып кетсе, онда мына ширекке өтіп кетеді, үшінші ширекке. Ал үшінші ширекте синусымыз қандай? Ол теріс уже. Осыған қараймыз. Егер мысалы мында азайту дейік,
180 мында тұр, 180-нен кішкентай бір альфаны азайтып жіберсек, онда бұрышымыз неге кетіп қалады? Мына екінші ширекке кетіп қалады. Ал екінші ширектегі синустың мәні онда ол 10 болады. Дәл осылай бүкіл келтіру формуласын үйреніп шығасыз. Одан кейін мынандай градустардың мәнін анықтауды үйренесіз. Шеңберді мысалы саласыз да, 210 мына жерде тұр, бүйтіп түседі, минус 2-ден 1-ге тең. Синус 210 минус 2-ден 1-ге тең болады, деп шеше беретін боласыз. Жалпы осылай барлық формулаларды қорытасыз. Мен әлі де формулаларды қорытуды үйретемін, себебі мұнда формула көп. Пока осы үйреткен нәрселерді өзіңіз қағазға бір түсіріп аласыз.